Сәлем достар, бүгін біз 5 минутта жасалатын резинка жасап үйренетін боламыз. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Кеттік. Ең алдымен бізге осындай матамыз керек болады. Мен қиып дайындап алдым. Бізде ұзындығы мұнда 60 см, ені 10 см. Осылай теріс қаратып, осы жерін біз тігіп шығатын боламыз. Міне достар, тігіп шықтық. Ендігі кезекте осындай тироштың көмегімен бір шетін, яғни бір ғана қабатын осымен, яғни тироштың көмегімен оң қаратып алатын боламыз. Осылай оң қаратып алғаннан кейін бізге резина керек болады. Бұның бізде ұзындығы 24 см. Осылай тироштың көмегімен біз осы матамыздың ішіне өткізіп шығатын боламыз. Міне достар, ендігі кезекте осы жерімізді біз тігіп шығатын боламыз. Міне тігіп шықтық. Ендігі кезекте бантигін дайындайтын боламыз. Мен осындай қағазға бантигінің размерін жасап қиып дайындап алдым. Бізде мұнда ұзындығы 16 см, ал ені 2 см қылып жасадым. Ендігі кезекте осы бантигімізді осылай оң қаратқан жағын ішіне қарата қаратып тігіп шығатын боламыз. Яғни осы көрсетілген жерге тігіп, осындай ғана бір шамада тесік қалдыратын боламыз, яғни оң қарату үшін. Міне достар, дайын болды. Ендігі кезекте резинкамыздың ішіне байлайтын боламыз. Міне достар, біз 5 минуттың ішінде осындай әдемі шашқа тағатын резинка дайындап шығардық. Достар, видеоны лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.